Assalamu alaikum құрметті достар. Бүгін мен Стив Джобс туралы сөйлескім келеді. Стив Джобс қазақ жастарына үлгі боларлық тұлға. Ол Apple компаниясын құрды. Apple қазір әлемдегі ең құнды компаниялардың бірі. Стив сондай-ақ iMac, iTunes, iPad, iPod, iPad және iPhone ойлап тапты. Стив сонымен қатар Pixar анимациялық студиясының дамуына үлес қосты. Ондай олар ойыншықтар хикаясы, көліктер, немені табу, ішінен тыс және басқа да мультфильмдер шығарды. Америкалық Fortune Business журналы Стивті заманымыздың ең ұлы кәсіпкер деп атады. Стив 1955 жылы 24 ақпанда Калифорния штатының Сан-Франциско қаласында дүниеге келген. Бірақ оның ата-анасы оны тастап Стив жетім қалған. Бақытымызға орай, оны Маунтин Вью қаласынан Пол мен Клара Джобс асырап алған. Ол автослесарь болып жұмыс істеді, ал Стив асырап алған әкесіне гаражда жиі көмектесетін болды. Оның асырап алған ата-анасы Лос-Альтос қаласына көшуге шешім қабылдады. 12 жасар Стивке бір рет мектеп жобасы үшін мәліметтер қажет болды. Ол Hewlett Packard компаниясының иесіне қоңырау шалып, бөлшектерді алуға көмектесуге сұрады. Оған егжей-тегжейлер беріліп, Hewlett Packard'да жазға толық емес жұмыс күніне шақырылды. Hewlett Packard'да Джобс нағыз компьютерлік данышпан мен Стив Возняк кездесті, танысты. Орта мектепте Стив Джобс өнерге, музыкаға және әдебиетке қызығушылық танытты. Стив ешқашан ешкімге еліктеген емес. Сондықтан құрдастарының көпшілігі оны ақ қарға деп санады. Орта мектепті бітіргеннен кейін Стив Орегондағы Рид колледжіне түсті. Бірақ оқу қымбат болды. Ата-анасы ұзақ уақыт бойы оқу ақысын төлей алмады. Сондықтан Стив көп ұзамай колледжді тастап кетті. 1973 жылы Стив Atari бейне ойын компаниясында жұмысқа орналасты. Бірақ компанияда жұмыс істеу Стив үшін қызықты болмады. Сондықтан ол Үндістанға барып 7 ай медитацияға арнады. Үйге келгеннен кейін Джобс оның досы Стив Вознякпен кездесті. Возняк жаңа компьютер ойлап тапты. Стив таң қалды. Өйткені ол бұрын мұндай нәрсені көрмеген. Джобс Вознякқа айтты: Стив Возняк, біз оларды компьютерді сатуымыз керек. Сонымен 1976 жылы Лос-Альтостағы Стив Джобс үйінің гаражында Apple компьютер компаниясын құрды. Возняк компьютердің ішкі толтыруын ойлап тапты, ал Джобс сыртқы дизайн мен компьютердің корпусын жасады. Стив Джобс алма бағында сүрендеп жүргенде Apple компьютер атауын ойлап тапты. Apple ол қазақша алма. Стив бірден Apple'дың басты міндетін анықтады. Қарапайым адамдарға компьютерлер жасау керек. Джобс қатаң бастық болды. Ол Apple инженерлерінің суретшілер сияқты ойлағанын қалған сұрады. Apple тез арада үлкен табысты компанияға айналды. Ал 1983 жылы құрылғаннан 5 жыл өткен соң Apple тарихтағы ең жылдам дамып келе жатқан компанияға деп аталды. Ал Стив Джобсты бүкіл әлемде танылды. Бірінші бөлім соны
Екінші бөлім көрініс.